Сәлем достар, бізде бір-бірінің сынаққа қош келдіңіздер. Сіздермен бірге достар, мен Айша, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, және бүгінгі менің видеом өте қызықты болады, себебі бүгін мен өз атыммен тамақтанатын боламын. Яғни менің атым Айша, сондықтан да мен бүгін Айша деген 4 әріпке бірнеше заттан алатын боламын. Менде 4 әріп болғаннан кейін мен кейбір әріптерге 2 заттан алуыма болады, бірақ не прям так важно ол. Короче, өте бүгін қызықты видео болайын деп тұр. Сіздерге бұл видео ұнайды деген үміттемін. Менде негізі бұрында осындай видеолар болған, бірақ мен енді ол кезде вообще кішкентай болдым. Сондай қызық емес болып кеткен бұрында, но қазір бүгін мен қызықтырақ қылып түсіруге тырысамын. Сіздерге осы видео ұнайды точно. Сол үшін видео бастамастан бұрын лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Олай болса, мен видеомды бастаймын. 6-12 бастаймыз. Кеттік. Достар, қараңыздар, бізде осындай ауа райы. Қазір мен уже шығамын. Ана жақтағы магнумға барам. Сол үшін давайте тезірек жиналып шығайық. Все, достар, мен келдім. Бізде бүгін дала өте жып-жылы болып тұр. Все, давайте менің атыммен тамақтанамыз. Достар, мен алдым. Енді бірінші А әріпіне қазір қарап көремін. А әріпіне, наверное, айран, сондай бір нәрсе аламын. Осындай любимый айранымыздан 1 штук. Қазір А әріпіне тағы да басқа бір зат алып көремін, себебі А әріпінде почти барлығы бар. Екіншісі ол осындай алма печенье. Жатады ғой? Или басқа нәрсе ма? Ладно, давайте осындай алма печенье. Бұл Фатиманың любимая, менің де любимая. Короче, болсын аламын. Жаңа айтқандай, достар, менің атым өте қысқа, 4 әріптен тұрады. Сол үшін кейбір әріптерге мен 2 заттан аламын. Уже бірінші әріпке мен 2 заттан алдым. Енді И әріпіне 2 заттан алу вообще өте аз И әріпіне. Сол үшін И әріпіне бір-ақ тоқталып аламын. Және де ол қазір көресіздер не болатынын. Та-дам! Конечно же, йогурт. Давайте 2 штугын алайық. Оны жыртуға бола ма вообще? Мен 2 штугын алдым. Йогурт и болды 2 әріпін кетті, потому что И әріпіне бір-ақ тоқталып аламын. Пока что осындай 3 заттан ғана құралған бокс шықты. Үшінші әріпім Ш. Біріншісіне осындай шоколад аламын. Сникерс шоколады. Жатады деп ойлаймын, өйткені Ш-дан басталады. Все, енді Ш әріпіне тағы да екінші зат істеп көрейін. Бар болса алам, жоқ болса алмаймын, короче. Ш әріпіне зат осындай Шинлайн мороженое. Менің любимый мороженым. Байқұс қап-қапты. Короче, осы. Осындай ғана бокс шықты. Енді А әріпіне тағы да бар. Ойбай, не болып кетті. Короче, А әріпіне тағы да 2 зат алуға болады. Сол үшін соларды іздейміз. Мен уже бір зат білемін, не алуға болатынын. И ол затты мен вообще почти каждый челленджімде магнумды түсірген аламын. Және де бұл, конечно же, агуша. Қандай алсам болады? Такс. Давайте. Мынандай алайық. Яблоко, груша, банан, манго. Все. Енді соңғы А әріпіне бір-ақ та затым қалды. Содан кейін мен уже бүкіл заттарымды алып боламын. Осындай қызыл алмалар аламын. Алма А. Все. Барлығын алып болдым. Енді кассаға барамыз, сосын үйден бәрін сіздерге екінші рет көрсем. Мен кассаға кеттім, давайте далада жолыққанша. Все, мен шықтым. Енді үйде кездескенше давайте үйде сіздерге жолғысын түсірем, бәрін көрсетіп. Достар, қараңыздар, вообще бізде өте андай не очень ауа райы болып тұр.
Дала вроде бы ыстық, вроде бы суық. Еще и вообще қардың барлығы еріп кір-кір болып жатыр. Достар, менің күндегі образым осындай болып кетті вообще. Но дала кішкене ысығаннан кейін надо что-то менять, типа. Все, давайте қазірге барып не алғанымды көрсетемін. Уже миллиард рет айттым, но енді осылай. Уже шаршап кеттім. Ал достар, мен үйге келдім. Неужели енді сіздерге қазір не алғанымды көрсетемін. Так, бірінші очередь А әрпіне мен осындай айран алдым. Қымызды бар, енді бұл менің үшін любимый әрпім. Екінші А әрпіне мен екі зат алдым. Біріншісіне, сол үшін екінші зат ол алма печенье. А. И әрпіне мен тоже екі зат алдым мындай. Йогурт. И. Ш әрпіне мен осындай шоколад алдым. Сникерс. И осындай Шинлайн деген мороженое алдым. Так, енді менің соңғы А әрпіне алған екі затым қалды. Біріншісі ол осындай агуша. Екіншісі ол осындай алма болды. Қазір осы заттардың барлығымен мен қоректенемін. Ал достар, бірінші затым ол айран болған, сол үшін осындай айранды ашамын. Бұл вообще бәріміздің любимый қазақтардың айраны шығар. Бұның еще кішкене қышқылы болады, сондай да вообще супер-пупер, короче. Давайте, бисмилля. Опа. Ой. Мен бұны, короче, тесіп алдым. Все, қолыммен тестім. Потому что но трубочка вообще өте андай слабый. Түсіріп тастайық. Все. Бисмилля. Бұның қышқылдығы кішкене ғана, сол үшін нормально. 100% сүт. Короче, енді екіншісі, ол бізде уже бәрімізге мәлім де осындай алма печенье. Енді мен алма печеньені больше всего андай чайға қосып жеген жақсы көремін. Сол кезде вот пушка бомба болады, а вот обычный жеген маған қатты ұнамайды. Ну ладно. Енді қазір мен чай ішкім келіп тұрған жоқ, сол үшін бітпей салайын. Но капец, кішкентай кезімде мен бұны прям өте қатты жақсы көретінмін. Содан кейін Аружан да бұны қатты жақсы көрді, Мұхамеджан да, және де Фатима да. И Мустафа, наверное, тоже. Все, осындай. Мен просто кішкентай кезімде бұны көп жегеннен кейін қазір прям қатты любить етіп жей алмаймын, но пойдет. Короче, осындай ғана жейін, потому что мен өзін ғана жей алмаймын вообще тоже. Енді менің Айша дегендегі атымның екінші әріпі ол И. Все, біреуін жейін. Бұл менде соком банана и клубники. Мен почему-то бұны деп жеймін, білмеймін неге, қараңыздар. Самый обычный, вроде бы, банан и клубника.
Енді бәрін жеп қоймайын де. Короче, все. Енді келесі менің үшінші әрпім ол Ш. Мен Ш-ға бірінші шоколад алғанмын, осындай сникерс. Просто мен Ш әрпіне, достар, прям сондай шоколадтың атын таба алмай қойдым. Сол үшін сіздер жазып кетіңіздер, если сондай шоколад бар болса. Так, менде осындай. Сникерс не. Негізі сникерс менің сүйікті шоколадтарымның бірі. Сол үшін сіздер де жазып кетіңіздер, сүйікті шоколадтарыңыз қандай. Менде уже 3 hafta зат қалды. Бұл екеулері бұл екеулері әрпіне. Сосын бұл бізде Ш әрпіне. Сол үшін осылай ашамыз. Ол кішкене растаять етіп кетті. Осындай мен крышкасын жеймін бірінші. Блин, кішкене растаять етіп кетті, өкінішке орай. Бетінде клубничный сироп тұрады, короче. Все. Прям не могу, өте күшті. Менің сүйікті мороженым. Енді бізде келесі және соңғы 2 зат, ол агуша және алма. Бірінші агушадан бастайық. Бұл вообще негізі до 12 месяцев, короче, сондай бір нәрсе. С 6 месяцев екен вообще. До 15 лет сойдет. Осылай ашамыз. Мен осындай вкусын таңдадым. Яблоко, груша, банан, манго. Фруктовое пюре. Бисмилля. Бұл жерде манганың дәмі прям жаман шығып тұр. Жаман дегенде қатты шығып тұр. И банандікі кішкене сезіліп тұр. Қалған алма, алмұрт солардікі сезілмейді вообще. Но енді агушадан шығып кеттік. И мен бұны қатты жақсы көрмеймін. Енді келесі бізде бұл алма. Бұл соңғысы. Мен негізі алманы тоже қатты жақсы көрмеймін. Бұны мен сүрте салайын. Қазір күте тұрыңыздар. Все, короче, достар, жей берем. Кішкене слабый алып қойған сияқтымын. Жұмсақтау екен кішкене. Енді сезіліп жатыр. Вообще алма бізде Фатима ғана жақсы көреді, прям өліп жейтін. А так бәріміз просто алма үйде тұрса, просто жей береміз. Все, осымен мен айранмен де, алма печеньемен де, йогуртпен де, шоколадпен де, осындай шынлайн мороженыймен де, агушамен де, және де алмамен де қоректенді. Осы заттарды мен тамақтандым. Өзімнің атыммен тамақтанып, осы челленджді бітіремін. Сіздерге осы видео ұнады деген үміттемін. Және де жазып кетіңіздер, қай бұл жердегі тамақтар сіздерге осы челленджге жатады, қайсысы жатпайды. Соның бәрін жазып кетіңіздер. Және де егер мен бір заттарды өткізіп алсам, онда соларды жазып кетіңіздер. Келесі видеоларда мен міндетті түрде сол заттарды алатын боламын. Олай болса, осымен мен видеом аяқталды. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Олай болса, қош сау болыңыздар.